Менің қазіргі орындайтын әнім дүйім қазаққа белгілі халық композиторы, Жетісу дәстүрлі өнер мектебінің өкілі Дәнеш Рақышевтың әні «Ән салайын». Жалпы айта кетсек, Дәнеш Рақышев 1926 жылы Жаркент қаласы Талды ауылында дүниеге келген. Жас күннен әкесі Рақыштан ән үйреніп, бірқатар Әсет Найманбаевтың шәкірттерінен ән үйреніп, біраз өнерде озық болды. Қазіргі заман композиторлардың қатарына кіретін Дәнеш ағамыздың әні «Ән салайынды» орындап берейін. Әні таза дауыс ашық, таңғы сынылай, қалай тұрам көкейден әнді шырмай. Қанатыңның астында самалың бар, көңіліңнің сезімі армысыңай. Сабалың боп қырқадан қарсалайын, бұлағыңды қалай шаяң самайын. Гүл көтерген арудай сен келгенде, аруайым алдыңнан ән салайын. Гүл көтерген арудай сен келгенде, аруайым алдыңнан ән салайын. Ән салайын дауысым ашық кезде, бүгін мені бір сезім тасып дүзген. Мамырайым бұл маусым балғын айын, нар көркіңмен қал мәңгі ашық дүзген. Мен де сені күткенім зәру көктем, сағынғаннан құстардың әнін көктем. Көкжиектің көгілдер алауынан, көңілімнен менің бір жалын жеткен. Көкжиектің көгілдер алауынан, көңілімнен менің бір жалын жеткен. Көңілімнен менің бір жалын жеткен.